Сәлем достар, бүгін сіздермен сүзбе десертін жасаймыз. Ол үшін желатинді стаканға салып, қайнаған су құямыз. Жақсылап араластырып, 40-60 минутқа қойып қоямыз. Желатиніміз дайын болғанша сүзбеге сгущенканы құйып, жақсылап араластырамыз. Қырық минут тұрған желатинді пешке қойып ерітіп аламыз. Оны жақсылап араластырып алып, дайын болған сүзбемізге ақырындап қосамыз. Ақырындап қосып араластырып отырамыз. Жақсылап араластырған сүзбемізді өзімізге қалаулы формаға немесе шыны ыдысқа құйып 1-2 сағат холодильникке қоямыз. Желатинді салып, үстіне су құйып, араластырып, пешке шамалы қыздырып аламыз. Дайын болған сүзбеміздің бетіне өзіміздің қалауымызша жеміс-жидек салуымызға болады. Және де бетіне желатинді құямыз. Холодильникке 1-2 сағатқа қоямыз.